Сәлеметсіз бе, құрметті мұғалім. Бүгін біз Google формада қалай жұмыс жасау керектігін көрсететін боламыз. Ең алдымен арнаға тіркеліп алыңыздар, лайк басыңыздар, және де осы видеоларды мұғалім достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Бұл жалпы тек мұғалімдерге ғана емес, Google формада енді жұмыс жасайын деп жатқан, болмаса тест құрастырайын деп жатқан адамдарға арналады. Ең алдымен Google форма. Осылай жазамыз. Google формасы жазғаннан кейін бізге осындай сайт шығады. Және де сіздер Google форма арқылы осындай пустай форма, яғни бос форма жасай аласыздар. Және де сауалнама жасай аласыздар, тест жасай аласыздар, басқа да тексеру сұрақтарын жасай аласыздар. Және де көптеген жерлерде, мысалға, қандай да бір музейге, қандай да бір жарыстарға, форумдарға бару кезінде тіркелуді осы Google форма арқылы жүзеге асырады. Енді мына жақта үш нүктені басатын болсақ, бізде Google форма, яғни басқа да түрлерді қолдайды, және де мына жерде баптау батырмасы бар. Ары қарай бізде Google документке және Google кестеге, одан кейін Google презентацияға және де видеоға және формаға ауыса аламыз. Енді бұл жерде қатты маңызды емес, және де өздеріңіздің аккаунттарыңыз осы жерде тұрады. Ары қарай поискқа сіздер өздеріңіздің жасаған, осы уақытқа дейінгі жасаған формаларыңызды іздей аласыздар. Яғни барлық формаларыңыз осы жерде сақталатын болады. Енді мына жерде галерея шаблонов дейді. Бұл жерде сіздерге дайын шаблон түрлерін көрсетеді, яғни тест жасауға және де анкета құрастыруға деген сияқты, және де бағалау бойынша. Енді бізге жаңа форманы жасау үшін бізге пустая форма деген батырманы басу керек болады. Және де бізде новая форма, бізде үлкен әріппен жазылып тұрған новая форма, бұл бізде тақырыбы болып саналады. Енді бұл жерге біз тест деп алатын болсақ, жай ғана тест деп алатын болсақ, яғни бұл біздегі маңызды бөлім болып саналады. Енді бұл жердегі бөлімдерге тоқталатын болсақ, вопросы бөлімінде сіздер сұрақтарды құрастырасыздар. Ары қарай ответы бөлімінде, яғни осы уақытқа дейін жасалған ответтер, және де осы уақытқа дейін өткен адамдардың жауаптары осы жерде жазылатын болады. Настройки бөлімінде енді тест бірінші кезекте, яғни бірден жауабын көрсету керек пе деген сұрақ болып тұр бұл жерде. Яғни бірден көрсетуге болады, және де одан кейін адам тексергеннен кейін көруге болады. Себебі ол жерде көптеген өзіндік жауап беретін жерлер болады, яғни қолмен жазатын жерлер бар. Соны ескере кететін жайттар бар. Енді бұл жерде правильный ответы, яғни көрсетесіз бе, одан кейін жауаптардың дұрыстығын көрсетесіз бе, және де әр дұрыс жауапқа қанша балл бересіз, осы жерде көрсетіледі. Енді ответы бөлімінде собирать адреса электронной почты, яғни сіз подтвержденный, яғни жасайтын болсаңыз, сонда қауіпсіз болады. Ары қарай егер жасамайтын болсаңыз, онда тестті қанша адам өтіп жатқанын барлығын біле алмайсыз. Енді одан кейін мынау өткен адамдарға өздерінің тесті бойынша жауаптарын жіберу болып саналады. Енді редактирование вопросов деген бөлім бар. Егер де сіздер тестте кейбір жерлерде қателер байқайтын болса, онда осы жерге енгізе алады. Яғни қатені түзей алады. Отправлять форму не более одного раза. Яғни көп рет жіберуге болмайды, себебі мысалға сіздер қандай да бір тест алатын болсаңыздар, бір оқушы қайтадан жібере алмайды. Енді презентация бөлімінде сұрақтарды ауыстыруға болады, сұрақтардың орнын ауыстыруға болады. Енді одан кейін мына жерде жауап жазылды деген сияқты сөз жазсаңыз болады. Мысалға жерге алайық. Жауап жазылды. Яғни бұл бізде ең соңғы текст болып саналады. Енді ары қарай бізде показывай ссылку для повторного заполнения формы. Бұл жерде қайтадан өтуге болатын жағдайда сілтемені көрсетеді. Енді посмотреть ответы, яғни өзінің жауаптарын көре алады. Отключить автосохранение для всех респондентов, яғни барлығы үшін автосохранение өшіріп тастауға болады. Енді значение по умолчанию деген түрі бар. Бұл жерде де электронный почтаны сақтауға болады. Енді настройки вопрос по умолчанию, яғни помечать вопросы как обязательные. Яғни арасында маңызды сұрақтар бар, себебі кейбіреу жауап бермей кетуі мүмкін. Сол сұрақтарға, яғни есімін, аты жөнін жазу кезінде сол нәрселерді ескеруіміз керек. Енді вопросы бөліміне өтетін болсақ, описание мысалға жазатын болсақ, бұл жерге жазсақ болады біз. Қазақстан тарихы, Қазақстан тарихы
Қазақстан тарихы 5-ші сынып деген сияқты. Бұл жерде бізде бұл түсіндірме жұмысы болып саналады. Енді бұл жерге сұрақ болады. Мысалға қазақ хандығы, мына жердегі алып тастайық үлгіні. Қазақ хандығы құрылды. Мысалға қазақ хандығы құрылды деп жазамыз. Мына жерге сұрақты жазамыз. Енді сұрақты жазғаннан кейін бізге тесттің түрін таңдау керек болып саналады. Енді мына жердегі тестті таныстырып өтетін болсам, текст бұл бізде жай ғана бір жолдық сөз болып саналады. Абзац бұл бізде, яғни эссе жазу кезінде, болмаса қандай да бір өзінің ойын жеткізу кезінде, ағылшын тілі пәнінен, болмаса информатика пәнінен, кез келген қазақ тілі пәнінен өзінің жауаптарын жазу кезінде осы абзац қолданады. Енді один из списка деген бізде көп танымал түрі болып саналады, яғни тест түрінде. Енді несколько из списка деген бар, бұл жерде белгілейді, яғни сауалнама кезінде көбірек қолданылады. Себебі қанша түрдегі қолданасыз, және қай түрлерін қолданасыз, болмаса қай пәндер сізге ұнайды деген сияқты сауалнама ұйымдастыратын болсақ, осы жерге қолданамыз. Енді раскрывающий список деген бар, бұл жерде яғни список болады, соны шығарып отырасыздар. Енді загрузка файлов, яғни өзінің файлын жүктесе болады бұл жерде. Шкала, яғни мысалға 1-ден 5-ке дейін бағала деген сияқты осы жерде көрсетіледі. Ары қарай бізде оценка, бұл енді жаңа түрі болып саналады. Бұл бізде көбінесе мысалға сіз өзіңіздің сабағыңызға кері байланыс рефлексия алу кезінде қолдансаңыз болады. Яғни 1-ден 5-ке бағала деген сияқты жұлдызшаларды қоя аласыз. Немесе өзіңіздің мектебіңіз туралы сауалнама жүргізіп, оқушылардың сізге деген кері байланысын және оқушылардың мектеп туралы пікірін, отзыв дейді ғой, сол жайлы біле аласыз бұл оценка бөлімінде. Енді сетка деген бізде бұл жерде мысалы бірінші қатар, яғни бірінші не деген сияқты бұл жерде таңдайды, яғни сәйкестендіру сияқты деп айтсақ болады. Яғни мысалға мына жерде жауап болып саналады. Енді дата бұл жерде, яғни қандай да бір бізде іс-шара болатын болса, осы жерге күнін, айын, жылын сақтай аламыз. Ары қарай бізде время, яғни уақытысы, қанша уақыт қалды деген сияқты. Енді көбірек танымал түрін қолданайық. Енді мысалға 1465 мына жерге. 1465, ары қарай 1566, яғни бізде қате жауаптарды жазып шығамын қазір. 1711, одан кейін 1945. Енді осы жерге жазғаннан кейін бізде ответы бөлімі бар. Яғни сіз бұл сұраққа 1 балл берсеңіз болады, 2 балл берсеңіз болады деген сияқты. Мысалға мына жерде 1 балл береміз. Және де дұрыс жауапты өздеріңіз белгілейсіздер. Мысалға мына жерге қоясыздар, мысалға мына жерде 1945 емес, 1465 жыл дұрыс болып саналады. Енді готовы батырмасын басқаннан кейін бізде жауап сақталады. Ары қарай біз жаңа сұрақты қосу үшін енді сіздерге тағы да мына жерге түсіндіріп өтсем, добавить вопрос батырмасын бассаңыз, тағы да осындай сұрақты қоса аласыз. Ары қарай импортировать вопросы, яғни сіз бұрын құрастырған Google формадан керекті сұрақтарды алсаңыз болады. Ары қарай добавить название, описание, тағы да осындай раздел қойсаңыз болады. Мысалға осындай тура раздел қойсаңыз болады. Келесі добавить видео деген, яғни егер де сіз курс құрастыратын болсаңыз, немесе сол видеодан керекті жауапты алу керек болса, мысалға ағылшын тілі пәнінен видео құрастырдыңыз және де соған сәйкес сұрақтарыңыз бар, listening бөлімін жасаған кезде деген сияқты көбірек қолданылады. Енді добавить раздел деген кезде біз әр бөлім бойынша сұрақтар қойсаңыз болады. Мысалға анатомия, физиология деген сияқты биология бөлімдеріне қатысты, немесе қазақ тілі бойынша да қазақ әдебиеті, болмаса қазақ тілі деген сияқты екіге бөліп жасай аласыздар. Яғни раздел бізде көбірек көмегін тигізеді. Енді добавить вопросы, енді мына жерге несколько из списканы көрсетейін сіздерге. Мысалға сіздер қай пән ұнайды деп жазсаңыз болады оқушыға. Қай пән ұнайды. Енді осыны жазғаннан кейін бізде мысалға информатика, математика және де қазақ тілі, яғни осы пәндерді жазып шығасыз. Одан кейін мысалға дене шынықтыру, дене шынықтыру пәні бар. Мысалға биология бар.
Одан кейін бізде физика бар. Яғни мына жерде көп жауап бар. Енді несколько из списка деген бар. Ответы. Мысалға сіз бұл жерде енді сауалнама түрінде ұсындым мен. Егер де мысалға информатика және математика, физика пәндері ұқсас болғандықтан мысалға таңдасаңыз болады. Енді әр балға мысалы 2 берсек болады. Бұл жерде көп жауапты болғандықтан немесе 3 балл берсеңіз болады деген сияқты. Осы жерде қолданасыз. Енді келесі сұрақ түрі. Бұл жерде текст абзац. Мысалға шығарма жаз деген сияқты. Өз ойыңды жеткіз. Өз ойыңды жеткіз. Бұл жерде мысалға адам жауабын жасады. Ответы енді бұл жерге өзіңіз қаншалықты бересіз, соған байланысты. Келесі, және де мына жерде обязательный вопрос дегенді ескеріңіздер, себебі бұл жерде мысалға өз ойыңды жеткіз дегенді біз обязательный вопрос ретінде қарастырмауымыз мүмкін. Бұл жағдайда оны да жазып өтіңіздер. Келесі бізде тағы да қандай сұрақтар бар? Мысалға загрузка файлов бар бізде. Одан кейін раскрывающийся список, яғни сетка файлов. Яғни осындай түрлері бар. Енді осы 2 маңызды түрін біліп алсаңыздар, алдағы уақытта сіздер тест құрастыра аласыздар. Енді сіздерге алдағы уақытта жақсы сұрақтарды тағы да 2-ші сабақта түсіндіретін боламын. Мына жерде мысалға настроить тему деген бар. Бұл жерде өздеріңіз сұрақтың форманың, Google форманың түсін өзгерте аласыздар. Мына жерге фон қоя аласыздар. Және де әр шрифтті өзгерте аласыздар. Мысалға Times New Roman біреулерге ұнауы мүмкін, сондықтан өзгерте аласыздар. Және де осы жерге изображение деген, яғни колон титул қойсаңыздар болады. Жалпы Google формада тест құрастыру осылай. Алдағы уақытта сіздерге күрделендіріп, ары қарай жалғастыратын боламын. Осы арнаға тіркеліп алыңыздар, және лайк басыңыздар. Осы видеоны достарыңызға жіберіп, бөлісіп отырыңыздар. Арнамызды қолдап, алдағы уақытта бейне сабақтарды күтіп отырыңыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін жақсы видеолар шығаратын боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар.